Eң керемет жансыз, мен сізді жақсы көремін. Келеді мамаң. Анашым, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Сіз мен үшін өте қымбат адамсыз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мен сізді қатты жақсы көремін. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мама, мен сізді қатты жақсы көремін. Сіз мен үшін осы дүниеде ең қымбат жансыз. Мен сізді қатты жақсы көремін. Осы дүниеге әкелгеніңіз үшін мен сізге мың алғыс. Мама, анашым, сіз менің дүниеге әкелгеніңізге рахмет. Мен сізді өте қатты жақсы көремін. Әке, сізге де мың алғыс. Бізді асырып жатқаныңызға. Мама, сіз мен үшін ең керемет жансыз. Осы дүниеге әкелгеніңізге мың алғыс. Сіз мен дүниеге әкеліп, осы өмірге дейін баққаныңызға сізге мың алғыс. Бізді баққаныңызға, бізді тәрбиелеп өсіргеніңізге де мың алғыс. Сізге сол. Қайта айтшы. Тоқта. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Мен сізді қатты жақсы көремін. Сіз әлемдегі ең әдемі жансыз. Бізге тамақ бергеніңіз үшін мың алғыс. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Мама, сіз әлемдегі ең керемет жансыз. Әлемге бермеген дүниені маған бермеген дүниеге әкелген. Мені балыққа қағып өлтіргенде мен сізге осының бәрі үшін рахмет айтамын. Мен сізді жақсы көремін. Мен келешекте анам үшін бәрін істеймін. Мысалға жаңа киім, жаңа тамақ деген нәрселердің бүкілін алып беремін. Сондықтан да мен сізге осындай үлкен рахметімді сізге білдіремін. Сіз әлемдегі ең күшті анасыз, мен сізді жақсы көремін. Ең керемет. Еңбек етемін, бәрін істеймін. Не алып бересің? Қалаған затың. Мама, мен сізді жақсы көремін. Сіз әлемдегі ең күшті жансыз. Сізге мың алғыс айтамын. Мені осы неге жеткізгеніңіз үшін сізге мың алғыс. Қатты жақсы көремін. Мамаң сен үшін кім? Ең жақсы адам. Мамаң қандай ана? Өте күшті. Ұрыспайтын. Ұрыспай ма? Мамам үшін бәрін істейді. Мама, мен сізді қатты жақсы көремін. Тағы да, ол ма? Айта ғой. Мамаң. Мама, сіз мен үшін ең қымбат жансыз. Ана, мен сізді қатты жақсы көремін. Сосын? Сіз мен үшін қымбат жансыз. Анашым, мен сізді жақсы көремін. Сіз мен үшін өте бағалы жансыз. Сосын? Бірінші Алла тағалаға, екінші сізге рахмет айтамын. Сөйледі айт. Апаймен айтыстағын. Анашым, мен сізді жақсы көремін. Сіз мен үшін ең алғашқы орындасыз. Мама, мен сізді сүйемін. Мама, сізге алғысым шексіз. Осы дүниеге алып берген үшін. Ана, сіз мен үшін өте қымбат жансыз. Қалай жақсы көресің? Қатты жақсы көремін деп айтсам? Қатты жақсы көремін. Анашым, мен сізді қатты жақсы көремін. Сіз мен үшін ең қымбат жансыз. Мен сізге бар жақсылықты тілеймін. Сізді жақсы көремін. Апай бол. Анашым, мен сізді қатты жақсы көремін. Сіз мен үшін қатты қымбаттысыз. Анашым, мен сізді жақсы көремін. Сізге алғысым шексіз, осы дүниеге алып келгеніңіз үшін. Сізге бар жақсылық тілеймін, өмірдегі ең жақсы ана болыңыз. Анашым, мен сізді жақсы көремін. Өмір жасыңыз ұзақ бола берсін. Сіздің жақсы аяқтарыңызды табыңыз. Анашым, мен сізді қатты жақсы көремін. Осы өмірге сізді әкелген үшін. Осы өмірге әкелген үшін сізге өте рахмет айтамын. Мені мәпелеп өсіргеніңіз үшін, түн бөлімнен келген үшін өте рахмет. Ұрыспайды, жақсы ана. Сен ұрыспауына маған берсін. Анашым, мен сізді жақсы көремін. Тамақ істеген үшін, киімді жуған үшін көп рахмет. Сізді жақсы көремін. Сіз әлемдегі ең жақсы адамсыз. Әлемдегі ең жақсы. Дәмді тамақ жасаймын? Мамаң қандай ана? Жақсы ана, мейірімді. Жоқ. Сен мамаңды ренжітпейсің ба? Жоқ. Барлық үшін Мысалы? Оның оған тамақ істеген, киімді жоқ. Мен сізді қатты жақсы көремін. Осы дүниеге әкелген үшін мен сізге мың алғыс.
осы әке мен сізді де қатты жақсы көремін. Осы бізге жұмыс істеп ақша тауып, осы бізге нан сондайлар әкеліп, бізді тамақтандырып, осы бізді бағып өсіріп жүргеніңіз үшін біз сізге мың алғыс. Рахмет. Сіз маған осы дүниеде ең қымбат жансыз. Рахмет осы үшін. Қандай адам? Ең қымбат, ең әдемі, ең күшті, ең жақсы мен үшін. Мамаң ұшпай ма? Жоқ. Сен мамаңды ренжітпейсің ба? Барлығын істеп едім мамам үшін. Әкең үшін. Әкем үшін де барлығын істеп едім. Тамаша. Мен сізді жақсы көремін. Дауыс қатшы. Мен сізді жақсы көремін. Сіз мен үшін ең керемет жансыз. Осы дүниеге әкелгеніңізге мың алғыс. Анашыма мен анашыма Тағы да. жақсы. Тағы да қандай? Сізге көмектескен біз үшін бәрін жасайды. Әкең үшін. Әкем бізге күнде керек заттарды әкеліп береді. Бізге күнде ақша беріп тұрады. Заттарды береді. Әкеме де мың алғыс айтамын. Керемет. Мама, мен сізді жақсы көремін. Әрқашан қуанып, шаттанып жүре беріңіз. Мені осындай жақсы қылып тәрбиелеген үшін рахмет. Осылай жақсы қарап, бізге үнемі қамқор болып жүргеніңізге рахмет. Әрқашан қуанып жүріңіз. Сізге көп жылдар өмір сүруіңізге тілеймін. Қуанып жүре беріңіз. Сіз қалай жақсы көресің? Мен маманы қатты жақсы көремін. Мамаң қандай адам? Мама жақсы адам. Мейірімді, жақсы. Егер қатты ашуланып кеткенде бізге ұрыспайды. Қатты ашуланса ұрыспай ма? Қатты ұрыспайды. Жақсы адам. Мен сізді қатты жақсы көріп, әке, сіз мен осы жұмыс істеп нан, сондай нәрселерді әкеліп жүргеніңізге рахмет. Мен күрестің ақшасын төлеп осы форма алып беріп жүргеніңізге рахмет, анашым. Сіз мені бағып осы өмірге алып келгеніңізге мың алғыс. Сізді мен қатты жақсы көремін. Анаң қандай адам? Жақсы адам, мейірімді адам. Әкең. Әкем де мейірімді, жақсы адам. Тағы да. Анаң үшін келешекте не істейтін едің? Анам үшін келешекте анама күшті көліктер алып бердім. Мен сізді өте жақсы көремін. Осы дүниеге алып келген үшін көп рахмет. Бірінші Аллаға, екінші сізге рахмет. Сосын әкемен де сізді жақсы көремін. Күндіз түні тынбай жұмысқа барып, ақша тауып бізді асырап жүргеніңізге рахмет. Мен сізді жақсы көремін. Осы керемет дүниеге алып келгеніңіз үшін, мың жылдан сіз артықсыз. Тағы да. Қалай жақсы көресің? Қатты жақсы, керемет адам. Әкеңе? Әкемен де сізді жақсы көремін. Бұл? Ана, мен сізді қатты жақсы көремін. Мені осы дүниеге әкелгеніңіз үшін рахмет. Ана, сіз мен үшін ең жақсы адамсыз. Мен анама өмірдің бақыты. Жақсы.